Жақсы жаман білінер қылған істен, қорқау жолдас болмайды жолбарыспен. Кесепаты жаманның көп болғанмен, шарапаты жақсының болар үстем дейді. Соңғы заман, соңғы уақыт. Сенімділерден сенімін талап етіп, сенімсіздерді Алланың құзырына тапсыратын уақыт. Әркім өзінің ішіндегісін шығарып мәзді. Болсын, әбден болсын барлығы. Ішкі дүниенің сыры деген екі айуан бар, біле білсеңдер. Сыртқы айуан, ішкі айуан. Жын дейсіңдер, шайтан дейсіңдер. Оларды бұрын қазақ айтып еді. Күлді баспаңдар, жаман қоқыста жүрмеңдер деп. О жерде жамандық жаңағы бәлелер жүреді деп. Қазір олар жоқ. Неге? Өйткені бәрі адамның ішінде сыртында. Адамдар бөліп алған, таласып тұрып. Сондықтандағы жын шайтанды ешқайдан даладан, қоқыстан, бұзылған ғимарат үйлердің арасынан деген бұрынғылар солай болған ғой. Қазір іздемеңдер. Қазір әркімнің құшағында жатыр да. Ішкі дүниесінде, ішкен тамағында, айтқан сөзінде, түгелінде көрініп тұр да. Бұрынғылар жатарда да, тәуба жаратқан ием, жасаған ием деп жатушы еді. Бісмілләсіз ашпайтын, таңғас тәңірден деп ризашылығын білдіретін. Сол кезде жын шайтан орын таба алмай қоқыс-соқыс, кәкір-шүкір жерде жүретін. Ал қазір бай болсаң, кәкірасы байлығың барлығына сол еді. Пой, міне некенің, қандай некенің кезінде жүріп атсыңдар. Мен сендерге айтып отырғаным, киелі рухпен некелес жүрегіңде деп отырмын. Ол үшін келіп Бағит Аллах Мағдиге серт бересің. Фиксация. Өйткені Алланың солай өзі бекіткен. Сондықтандағы шайтаннан некелеріңнен айырылу қиын. Жақсы. Қыл мойында тақап қалды ғой, көрерміз. Сонда көзіңде, сөзіңде, өзіңде куәлікке тұрарсың.